Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауын ордабасы жұртшылығы бірауыздан қолдайтындарын жеткізді. Аудан әкімінің орынбасары бастаған бірқатар қоғамдық кеңес мүшелері президенттің үндеуін жұрт болып ұйыса тыңдап, жаңа Қазақстан құрудағы жаңа кезеңді сараптады. Мемлекет басшысы жариялаған үндеудің бұл жолғы сарыны ерекше. Жаңа Қазақстан құрудағы жаңа міндеттер айқындалған жиында бірнеше әлеуметтік мәселелер қозғалып, шешудің оңды жолдары ұсынылды. Балабақшадан бастап мемлекеттік қызметкерлерге дейінгі іркілген тіпті қоғамда резонанстық жағдай туғызған түйіндер сонау мінберден айтылды. Президент кейбір мәселелерді жауапты министрліктерге жүктеп, енді біріне түбегейлі нүкте қойды. Мәселен, енді елдегі ең минималды айлық көрсеткіші 70 мың теңге болып бекітілді. Ал әйелдердің зейнетақы жасы 2028 жылға дейін 61-ден аспайды. Бұдан бөлек қасіретті қаңтар оқиғасына байланысты барлық ұсталған азаматтарға амнистия жарияланып, бір реттік рақымшылық жасалады. Ал әлеуметтік теңсіздік бойынша жаңа бағдарлама дайындауға пәрмен берілді. Бюджет кодексінде шекті нормативтер бекітіледі. Оны бюджетті жоспарлау және орындау кезінде міндетті түрде ұстану қажет. Ұлттық қордың қаржысын тиімсіз жұмсау тоқтатылады. Жолдауда айтылған тағы бір басты тың дүние. Енді 18 жасқа дейінгі балалардың шотына ұлттық қордың инвестициялық табысынан ақша түсіп отыратын болды. Жиында аталған жаңалыққа қатысты ауданның бірқатар азаматтары толық қолдайтындықтарын жеткізіп, ел басшысының жасап жатқан бастамаларын халық болып қолдауға шақырды. Негізгі басты мәселелері халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту. Әрбір халықтың жағдайының барлық елдегі ел байлығының әр қазақ халқына түбегейлі берілсе деген ұсыныстары халықтың көкейінен шығады деген ойдамыз. Ел президенті өзінің шешімін осылай жариялағаннан кейін бүкіл халық болып қолдаймыз және халық болып қолдауға шақырамын. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына кезекті жолдауын жолдайтындығы туралы біз бұқаралық ақпарат құралдарынан оқып, біліп жүрдік. Көптеген азаматтар бұны күтіп жүрді. Өзгерістерге тоқталды, көптеген жаңалықтарды айтты. Бұл ұсыныстар да халықтың көңілінен шығады деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұл мәселелерді аудандағы әйелдердің арасында, ауылдағы тұрғындардың арасында насихаттайтын боламыз. Жолдаудағы тың жаңалықтың бірі, ағымдағы жылдың соңында елімізде президент сайлауы өтетін болды. Осыған қатысты енді президенттің уәкілеттілігі бір мерзімнен аспай, 7 жыл ғана ел басқаруға құқылы болмақ. Бұл бастаманы аудандағы қоғамдық ұйым өкілдері Қазақстанның жаңа кезеңге аяқ басуы деп бағалап, бір жағадан бас, бір жағадан қол шығарып ұлт болып үйісу дәл қазіргі сәтте аса маңызды екенін атап өтті. Президент бүгін өзінің жолдауында барлық салаларда қандай өзгерістер болатын туралы нақты айтты. Апатты мектептер мәселесін шешу, үш ауысымда оқитын мәселелерді шешу жөнінде 2025 жылға дейін бұл мәселелердің барлығы түпкілікті шешілу керектігін айтты. Денсаулық саласын айтатын болсақ, денсаулық сақтау мәселесінде қаржыландыру мәселесіне тоқталды. Содан кейін бүгінгі күнге дейін 650 елді мекенде медициналық бекеттің, медициналық мекеменің жоқтығына да тоқталып өтті. Бұл мәселелерді де соңғы 2 жылдың ішінде түбегейлі шешуін табады деп өз жолдауында нақты көрсетті. Айтылған реформалардың барлығын бір кісідей іске асыруға жұмылуымыз керек. Сол үшін, тұрғындардың арасында бүгінгі жолдаудың мәнін түсіндіруіміз керек. Бірігіп, президенттің саясатын іске асыруға бәріміз бір кісідей атсалысуымыз керек. Өте жақсы ұсыныс болды, өте мынау ауқымды жасалынған жаңағы жолдау болды. Алда жақсы болады деп сенеміз. Ол үшін осы айтылып жатқан жоспарымыздың, жобаның іске асуы үшін халық болып, ел болып, бәріміз атсалысуға тиістіміз деп есептеймін. Нұрқанат Жарылқап, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасы.